Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге ыстық тағам түрі, яғни лапшаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписация бөлімін басып, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Және де менің каналымда осындай керемет ыстық тағам түрлері, өзбекский шурпа рецептісі бар. Сонымен қатар шашпа палау, яғни палаудың рецепттері де бар. Қалай жасалу керектігімен бөліскенмін. Сондықтан менің арнама кіріп, осындай рецепттерді көрсеңіздер болады. Және де жаппасай тағамында жасалған керемет өзгеше тамақ түрі, сонымен қатар ыстық манты түрлері де бар. Бұдан да басқа ыстық тағам түрлері бар. Мен қазір видеоның соңында сілтемесін қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, сілтемесі көрсетілген. Ең алдымен осылай газға жай отта сүйек саламыз. Одан кейін оның көбігін алып тастайтын боламыз. Содан кейін біз осы сүйек араласқан етімізді 1,5 сағатта қайнатамыз. Мінекей жақсылап жай орташа отта қайнап жатыр. Енді мен салмасына бір шағын жуаны жіңішкелеп майдалап турайтын боламын. Және де осы қайнап жатқан сорпаның үстіне қазір осы туралған жуаны салатын боламын. Осылайша қасықтың көмегімен араластырамын. Тағы да бетін жауып қайнатамын. Одан кейін салмасына картопты ірілеу қылып осылай турайтын боламын. Барлық картопты осылайша турап шығамын. Одан кейін қайнап жатқан сорпаға саламын. Негізі мен бұл сорпаға 5-6 картошканы осылай ірілеу қылып турадым. Одан кейін бір түйір морковты осындай теркіден өткізіп салатын боламын. Сол кезде сорпасы әдемі болып шығады. Енді қасықтың көмегімен араластырып, осыдан кейін қайнағаннан кейін сорпамыздың дәмін көріп, қажетті тұз, бұрыш салсаңыздар болады. Енді ішіндегі қайнап жатқан ет пісті. Оны мен алып, осылай ірілеу қылып турадым. Неге май, сүйек араласқан осындай керемет қойдың етінен осындай ыстық тағам жасауға болады. Етті салдым. Енді туралған етті тағы да араластырып, дәмін қараймын. Тұзы, бұрышы аздау болса, дәміне қарай қоссаңыздар болады. Және де қара бұрыштан шамалап септім. Тағы да араластырып, енді бетін жауып, картошкамыз піскенше 15 минут қайнатамыз. Содан кейін 15 минут қайнатқаннан кейін, мінекей дайын осындай кеспе салуға болады. Алдын ала дайындалған. Мінекей енді осыны біз 10 минуттай қайнатамыз. Содан кейін біздің тағамымыз дайын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай сорпасы әдемі болып, керемет болып пісіп жатыр. Неге біздің ыстық тағамыз дайын болды. Енді ұсынсаңыздар болады. Мен бұл тағамды неге әдемі кесеге құйып, енді осыны мен қазір отбасыма ұсынатын боламын. Және де қалауларыңыз бойынша укроп, аскөк салсаңыздар болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай сорпаның түрі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Достар, менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып,
және де өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Сау болыңыздар.